Мен мұражайда жұмыс істеймін. Біздің музейде ертеректе қайтыс болған бақсыға тиесілі бұрыш бар. Манекенге кигізілген бақсының костюмі. Костюм толығымен сақталған. Бетперде мен бас киім де бар. Бәрі өз қалпынша. Мұнда бақсының заттары бар сандық бар. Ол өлген соң мұражайға мұра етіп қалдырып кеткен. Сандықта оның рәсімдерге қолданған түрлі заттары бар. Жануардың құйрықтары, құстардың әртүрлі фигуралары, аю табандары, тостаған, пышақтар және басқалары. Қабырғада әйнек терезелер, жебелер, қылыш және бақсының өзі түсірген фотосуреттер бар. Ол оларды рәсім кезінде ғана қолданған. Бақсы өте мықты еді. Ол ақ пен қараны бірдей айта алатын. Жергілікті бақсыны танитын тұрғындар бұл бұрышқа мүлдем келмейді. Олар қорқады. Кейде мұражайда таң қаларлық жағдайлар болады. Және бәрі осы бұрышта болады. Шыныдан жасалған сөрелер кілтпен жабылады. Бірақ кейде біз мұражайға таңертең келген кезде түнде жауып кеткен шкафтарымыз есігі ашық тұрады. Біз кілттерді алып оларды қайтадан жабамыз. Біраз уақыттан кейін олар қайтадан ашылады. Кілттер бөлек жабық бөлмеде сейфте сақталады. Оларға басты күзетшіден басқа ешкім кіре алмайды. Бақсының қатысуымен болған тағы да бір оқиға бар. Бір күні кешке музейге туристер келеді. Ал мұражайды түнде күзетші күзетіп отырған болатын. Қонақтар есіктің қоңырауын қағады. Күзетші ашқан кезде келген кісілер мұражайдағы бақсының заттарын, ең болмағанда біреуін, ең қызықтысын көруді сұрайды. Олар ақыры ішке кіріп, бақсының манекенін тамашалайды. Біраз уақыттан кейін олар кетеді. Таңертең қызметкерлер мұражайға келіп, бақсының костюмі бар сөренің есігі ашық тұрған көреді. Бұл әдеттегі нәрсе деп ойлады қызметкерлер. Кілт алуға барып, оны жауып тастайды. Бірақ экскурсия басталған кезде экскурсовод шаманның белдеуінде бір фигураның, атап айтқанда адам мүсіншесінің жоқ екенін байқайды. Біз полицияға арыз жаздық. Кейінірек мұражайға бір адам келеді. Оның беті боп-боз, өте жіңішке. Ол есі ауысқан адам тәрізді еді. Ол осы кішкентай адам мүсіншесін әкеліп берді. Ол тек аздап бүлінген болатын, және оны бізден қайтып алуымызды өтінді. Ол бақсының заттары бақыт пен сәттілік әкеледі дегенді бір жерден оқыған болып шықты. Сондықтан мүсіншені қандай жағдайда да алуға шешім қабылдайды. Сол түні ол оны ұрлап кетеді. Ол адамның мүсініне көзін және аузын өзі сияқтырып салған. Алдымен жағдай өрге қарай өрбейді. Бір артынан түсінде бақсы кіріп, бұл заттың өзінікі екенін айтып, оны қайтарып беруін сұрайды. Бұл адамның айтуынша бақсы оны бүгінге дейін біздің музейге келіп, мүсіншені қайтарып бергенше азаптаған. Музейде шаман мен оған тиесілі барлық атрибуттар қойылған жерде әлі күнге дейін түсініксіз оқиғалар көп болып жатады. Құрметті көрермендер, сіздерге осындай қазақ тілінде түсірілген тылсым оқиғаларға толы видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, осы видео астына пікір жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.